тапсырма бүгін біз 6 сыныптың 3 тоқсан бойынша бжбсын орындайтын боламыз. Бізде тапсырма 4 тапсырма берілген, соны қазір белгілеп шығамыз. Python программасын іске қосудың дұрысы бізде бұл пуск C программы Python және IDE белгілейді. Екінші, төмендегі команда орындалған нәтиже қандай болады? Бізде мына жерде 3 қосу бұрыш, 3 бұрыш дегенді шығар деп тұр. Сонда былай болады нәтижесі. 3 бұрыш деген қосылып шығады. Екіншісінде арман көбейтілген 5, яғни арман деген есімді 5 рет шығар деген программада орындалады. Келесі, мына жерде 100-ге 150-ді қосқан кезде шығар деп тұр. Яғни жауабы 250 болады. Үшінші тапсырма 10 плюс 20 сандарының қосындысын шығаратын команда. Шығару операторы бізде print. Шақшаның ішінде дәл осы сияқты болады. 10 қосылған 20. F5-ті басып нәтижесін көруге болады. Келесі бізде деректердің түрлеріне қарай сәйкестенді. Бізде бүтін сандар int, нақты сандар float, бізде логикалық bool, жолдық str. Так, нақты сандар бізде бүтін сандар мынау болады. Так, нақты сандар бізде екінші вариант болады. Так, жолдық бізде өзі болады, bool осы болады.